Қайырлы күн, құрметті қыз-келіншектер. Мынандай сұрақтарыңызды қараңыздаршы. Жүктілік босанғаннан кейін менің эрозиям кетеді ма, немесе кетіп қалады дейді ғой деген сияқты сұрақтар қояды. Жоқ, қыздар, ол былай айтқанда күлкілі нәрсе. Енді бір 5%, 2% қыздарда кішкене бір өзгерістер болуы мүмкін, егер де ол псевдоэрозия болса, жалған эрозия болатын болса, қалпына кішкене келуі мүмкін. Өйткені бізде жүктілік кезде гормоналды өзгеріс болады, перестройка дейміз да, гормоналды өзгеріске байланысты сол жалған эрозиямыз кішкене болса қалпына келуі мүмкін. Ал шынайы эрозиямыз болатын болса, және жүктілік кезінде қандай да бір қабыну процесі болатын болса, сонымен қатар босанғаннан кейін де сізде үздіксіз выделениелер келіп, қабыну процесі болатын болса, ол сіздің эрозияңыз кетпек түгілі одан сайын үлкеюі мүмкін. Сол себепті оның барлығы миф. Эрозияңыз болса, қыздар, міндетті түрде босанғаннан кейін 3 айдан кейін тексеруден өтіңіз, арнайы свечи болсын, тампондар болса емдетіңіз, ал ауыр жағдай болатын болса емізіктен шығарғаннан кейін бастап емдейсіз. Бірақ эрозиясы бар деген қыздар міндетті түрде бір жыл сайын тексеруден өтіп, цитологияға анализ тапсырып, өзіне немқұрайлы қарамау керек. Дендеріңіз сау болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Лайк басуды, комментарий жазуды ұмытып кетпеңіздер. Басқа да әлеуметтік желілеріме, менің аккаунттарыма жазылып кетіңіздер. Дендеріңіз сау болсын.